Достар, Қазақстанда қай служба бір-бірінен мықты? Сіздерге пример келтірем. Прокуратура, КНБ, антикор, сот, МВД, АФМ, ДЭР, басқа үкімет, сосын СГО, СОП, служба президента, спецслужба, спецназ, подразделение, Министерство обороны и тағана майда шөлер айтпай қойғана, ЧС, МС, майда, олар қажет жоқ. Бұл жерде қай служба бір-бірінен мықты? Сіздерге айта кетейін. Бұл жерде кімдікі заңды, соныкі мықты. Қазақстан заң алдында барлығы бір. Первый очередь ең үлкен структуралардан кім заңды бұзды, мына жерде сол слабый, а кімдікі заңды, сол мықты болып тұр. Сіздерге пример келтіре кетем. Допустим, прокурор ішіп айдады, за рулем, оны ГАИ тоқтатты. Уже на месте ол погон шешеді, болды. Оны әкімшілік қамақ қалмайды, прокурор болғаннан кейін право с лишением кетеді. Дискредитирующий правоохранительный орган оны жұмыстан шығарады на автомате. Ол уже МВД, ГАИ, ДПС прокурорда мықты деген сөз. Себебі ол прокурор болды деп тұр соған. Допустим, прокурор көшеде біреумен төбелесті, хулиганка болды, анау арыз жазды. Оны кім қарайды? МВД қарайды. И СБ деген бар, өздерінің собственный безопасностьтары совместно. Бірақ оны тергейді, МВД тергейді. Значит, бұл жерде кім? МВД мықты болып тұр. Енді антикор. МВД жаңа прокурорды оформып кеткен, не болмаса қамақ қалған хулиганка, МВД-ның сотруднигі ақша требовать ететін болса, коррупционка. Ол жағдайда не істейді? Антикор мықты. Антикор қамақ қалады. Бұл жағдайда қамаққа алуын алды. Прокуратура санкцияны подразделениеге сотқа жазады. Сот үкім шығарады. Енді сот ең мықты. Сот дейді, судья дейді, неприкосновенность. Сот, допустим, айлықтар 600 мың теңгеден басталады, айлығы жетпейді. Материалды шешіп берем дейді, ақша алады. Оны алып та антикор қамайды. Не болмаса, жоғарыда КНБ, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сол кісілер разработкаға алады, судьяны 6 секунд ұстайды, қамаққа қалады. Енді бұл списокта АФМ, акимат, үкімет, СОП бар, спецназ бар, и Министерство обороны, бүкіл войскаларды алайықшы, бүкіл войскалар. Қай кезде мықты войскалар? Режим ЧС кезде и соғыс басталған кезде Минобороны ең барлығынан мықты. Қарамайды, спецподразделение басқа деген кезде Минобороны соғыс бастала ма, соларда қолдарында власть болады, билік. Енді СГО, служба государственной охраны, СОП деп айтады. Онда СОП деген мықты естіледі, бірақ СОПтың күші тек охранный мероприятие сол кезде ғана жүреді. Былай, президент қай кезде қай жерге барады, президент бар или охранный мероприятие өтіп жатыр, сол кезде ғана сөз жүреді, а былай кездерде прокуратура, антикор да ГАИ тоқтың кезде ГАИға да сөз жетпейді. Запросто могут қатардағы ДПС, СОПты да оформить етуге. И точно так же жаңағы ДПС, ГАИ, мына жердегі спискта тұрған бүкіл любой службаны заң бұзған жағдайда антикор болсын, прокурор болсын, әкім болсын, барлығын оформить ете алады. Бұл жерде ДПС-тің полномочиясы өте үлкен, бірақ руководство бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас болғаннан кейін көз жұман қарайды. Одан бөлек үкімет дегенде ол жалпы алдымен парламент бар, басқасы бар, депутаттары бар. Кез келген осы үкіметтің адамы заң бұзған жағдайда любой сотрудник МВД оларды қамаққа алады. Допустим, хулиганка біреумен төбелесті, басқа біреуді ұрды, соқты, не болмаса кез келген заңсыздық. Адамда любой жағдай болып қалуы мүмкін. Сол себепті үкіметте жоғары жақта жүрген кісілер өздері көлік басқармайды. Пешеход шықты, пешеход қақтың, бір жер сынды, чашка бір рет алды. 345 баптың 2-ші тармағымен уголовный кодексте қылмыс іс қозғалады. Адам кешірім бермесе адамды жаңа үкімет бастық болып адамды қамайды. Точно так же кез келген адаммен. Сол себепті бастықтар өздері водитель жалдайды, өздері рисковать етпейді көлік басқарғанға. Менде болмаса қарапайым таксимен жүреді. Енді АФМ, ДЭР деген службаға тоқталып кетеміз. Сен жарайды госслужбада істемей ақ қой жұмыс, қарапайым гражданскийсің, бірақ бизнесменсің, ақшаң көп. Өкіметке налог төлемейсің, басқа қыласың, тендер туғасын, ақша жеп қоясың. АФМ сені ДЭР қамайды. Одан бөлек сен шотынан миллиондаған, миллиардтаған ақшалар түсетін болса, сен хоть блогер бол, басқа бол, қарапайым адам бол, АФМ сенің шотын мониторить етеді. Так что өкіметпен, правительствомен қарсы шығам деген ой, пікір, ол деген дұрыс емес дүние. Сен кез келген уақытта сен сүрінесің, сен дальше ете жүреді, талчок бере салады. Ал точно так же халықтың алдында жүрген мен деген блогерлер, звездаларың, әншің бар, артисің бар, сәл сүріне ма, дальше артынан ете жүреді. Қазақстанда заң күшейіп келе жатыр, кімдікі заңды, сол мықты.